сен оның талантты тас қалаушыларының бірі болдың деп бағалаған екен. Ендеше құрметті менің жас достарым деп айтайын, құрметті студенттер, бүгін міне сол Мұқағали атамыздың шығармашылық жолын ашуға біз жиналып отырмыз. Хабар жоқ саған кеткен елшілерден, ей тағдыр сөйлесейік келшілермен, қаншама соқпақтарға бастасаң да сенімен сөйлесуге ерсі көрмен. Білесің бе, мен саған бағынбаймын, барма тағы беретін зарың қайғың. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың тербете бер, құбат алдан иілген бесігіңді деп жырлаған екен. Аналарымыз аман болсын. Ұрпақтарға береміз де кезекті біз кетеміз. Кету үшін келгенбіз. Қиын екен өмірдің сұраулары. Ойланды балаң жігіт біле алмады. Белінен аттап дұшпан баратқанда біздің ел неге қарсы тұра алмады? Арманда мені арманда, мен бар деп мұң жалғанда, есіне мені алғайсың. Бірі болмай бөтен болып шықшы, бірігейін сен дағы тек іздеме. Менігі мұхат бары, торғайға түртіп кетті бұтақтағы. Өмірде кең, даңғыл жол қайда, дауылдар жауындар болмай ма? Бас қорғап жататын ондайда, айтшы сен, мен шымшық торғай ма? Салма бұлақ балбайдарым, салқын сарма баурайларым, саялаған кеу туған жер, сағындырған сажылауы. 1,5 сағат отырып осындай шараны тамашалау үлкен ерлік сіздер үшін. Сондықтан біз, құрметті студенттер, 15 секундпен 1 минутпен өмір сүрмеуіміз керек. Біз осы ақындармен өмір сүруіміз керек. Себебі біз қазақ деген ұлы халықпыз. Сондықтан әлеуметтік желінің жеңіл дүниесімен жеңілдене бермеңіздер. Кітап оқыңыздар, өлең жаттаңыздар. Тілімізді ұмытпайық, қазақша сөйлейік әрқашанда. Алматы технологиялық университетінің ректоры академик Бұлажанов Талғат Құралбекұлының атынан арнайы алғыс. Тар кеудемде өшпеген, талықсып шыққан үнім бар. Көктеген бірақ өспеген бағымда раушан гүлім бар. Тыңдайтын үнді кімің бар, мәпелер гүлді кімің бар.